Сәлем достар. Бүгін біз балаларға арналған фрикаделькиден сорпа дайындаймыз. Кеспенің орнына клёцки жасауды жөн көрдім. Ол үшін видеода көріп тұрғандай ыдысымызға 3-4 қасық сүт құйып, 1 жұмыртқа жарып, 2-3 қасық ұн салып, жақсылап қоймажын қылып қамыр әзірлейміз. Қамырымызды түйіршік болмайтындай етіп жақсылап араластырамыз. Енді қайнап тұрған суымызға жаңағы жасалған фрикаделькиларымызды саламыз. Бір лавр жапырағын салдым. Кастрюлеміздің қақпағын жауып, отымызды шығарамыз. Енді бөлек табаға май құйып зажарка жасаймыз. Зажарканы біз сарымсақтан, пияз және үккіштен өткен сәбізден жасаймыз. Жақсылап сарымсағымызды қуырып аламыз. Енді жаңағы қуырылған сарымсағымыздың үстіне жарты туралған пияз бен үккіштен өткен жарты сәбізімізді салып, жақсылап қуырып аламыз. Енді кезекте кастрюлемізге туралып тұрған картопымызды аламыз. Енді кастрюлемізге жаңа қуырылған зажаркамызды саламыз. Енді дәмдеуіш саламыз. Мен тұз, қара бұрыш және кептірілген укроп салдым. Енді жаңа алдын ала жасап алған қамырымыздан біртіндеп ас қасықпен кастрюлемізге салып 2-3 минут пісіреміз. Енді салат жасаймыз. Салатты мен қияр, черри қызанағы және пекин орам жапырағынан жасадым.
Енді тұзын салып, сұйық майын құйып, жақсылап араластырамыз. Сорпамыз да дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпайық.